Ассалаумағалейкум. Hozir programmalashtiruv panining Visual Studio C++'te пайдаланудың оның атын сұрайтұғын һәм сәлем хабарын көрсететұғын программа жазып көрсетемін. Бірінші проект жаратып аламыз. Оның үшін создание проектқа кіреміз. Пустой проектті таңдап аламыз. Кіріп болып, проектке ат беріп, сәждатты басамыз. Проектіміздің атын T2NF деп өзгертіп аламыз. Добавитке кіріп, сәждат элементке кіреміз. IP-ға кіреміз. Қазір біздерде ошибка болғаны үшін және бір мәрте кіруге әрекет етеміз. Экранымыз пайда болды. MyForm CPP-ға кіріп, код жазамыз. Код жаратып алғанымыздан кейін проектіміздің атын T2NF деп өзгертеміз. Енді конструкторға кіріп, button, label, text box'ларды шығарып аламыз. Button, label, text box. Шығарып аламыз. Label'дің text деген жеріне кіріп, атын өзгертіп аламыз. Екінші label'ымыздың сол тәрізде орылып аламыз. Buttonның атын результатқа өзгертеміз. Біздерге нәрсері керек болмаған үшін өшіріп тастаймыз. Кодымыз button 1 үшін клик әдісесін қайта істеу функциясын белгілейді. String A, string A. Біз текстлерді сақлау үшін string типындағы 3 өзгерушіні тағаза етеміз. So convert to string. Сколько шанс? Text box 1. Text
жазып болғанымыздан кейін точка қойып қоямыз. Результте тырнақшаның ішіне қалеген бір сөзді жазамыз. Мысалы, һәм оған сан менен аны қосамыз. Һәм точка қойып тұрмыз. Атын 1 жазған жерімізді результат қылып өзгертеміз. Жазып болғанымыз запуск беріп болғанымыздан кейін текст боксқа ат кіртеміз. Тәрізде результат шығады. Сіздерге түсіндірмекші болған затым осылардан ібарат еді. Ітібарымыз үшін рахмет.